Аскөк биологиялық белсенді және минералды заттардың көзі. Оның жапырақтары мен бұтағы ақуыздар, майлар, көмірсулар, дәрумендер, макро және микроэлементтер ерітілген сумен жабдықталған. Аскөк денсаулыққа пайдасымен қатар артық салмақтан арылуға да көмектеседі. Баршаларыңызға сәлем достар. Сіздермен Тет Кешіп арнасы сіздердің көмектеріңіз болып тұр. Мен өзіме осы айдың соңына дейін 1000 подписчикке жеткізуге мақсат қойып едім. Сол мақсатыма жету үшін біздің каналда 96% адамдар арнаға тіркеліссіз қарайды екен. Егер сол видеоны көріп отырсаңыз, біздің еңбегімізді бағалап, қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау түймесін баса кетуіңізді сұраймын. Сіздің болмашыған әрекетіңіз бізді қуантады. Алдан ала рахмет. Арықтауға аскөкті пайдалану. Сымбатты дене бітіміне жетудегі қарапайым құралдың бірі аскөк шайы. Оны дайындау өте жеңіл. Жуылған аскөк бұдасын алып, ұсақтап тұрау керек. Бұл мөлшерден 3 ас қасық аскөкті ыдысқа салып, оған жарты литр қайнаған су құйыңыз. Бұл ыдысты отқа қойып, қайнаған соң 5 минут шай отта ұстаңыз. Дайын сусын суыған соң сүзіп алыңыз. Аскөк шайын күніне жарты стақаннан 3 рет тамақтанудың алдында ішуі керек. Аскөкті ақ желкемен бірге қолдануға болады. Ол үшін кептірілген біраз қасық аскөк пен біраз қасық ақ желкен керек. Оны шәйнекке салып қайнаған су құйыңыз. Шайды 15 минутқа қалдырыңыз. Уақыт өткен соң қарапайым шайдың орнына осы дайындаған шайыңыз дайын болады. Алайда 1,5 литрден артық ішуге болмайды, себебі оның қатты несеп айдауыш әсері бар. Арықтауға аскөк тұқымын қалай пайдаланады? Біраз қасық аскөк тұқымында 250 мл қайнаған су құйып, бетін 60 минутқа жауып қойыңыз. Дайын сусынды сүзіп, күніне 3 мезгіл тамақтану алдында 100 мл-ден ішу керек. Егер артериялық қысымыңыз төмен болса, бұл сусынды абайлап ішкеніңіз жөн. Сонымен аскөк тұқымы қызыл мия шөбімен бірге артық салмақтан арылуға жақсы көмектеседі. Бұл екі ингредиентті балғын немесе кептірілген түрін ұсақтап тұрау керек. Ол 1:4 пропорцияда болуы қажет. Оны ыдысқа салып, үстіне 750 мл су құйыңыз. Сұйықтық қайнаған соң жай отта 20 минут ұстаңыз. Қайнатпаны сүзілген және жылы күйінде күніне 3-4 рет тамақтанудан соң жарты стақаннан ішу керек. Бұл сусын қарныңызды тоқ секілді сезім тудырады. Сондай-ақ айранда ішектер мен иммунды жүйенің жұмысына пайдалы пифидо және лактобактериялар көп. Айран арықтауға көмектесетін керемет өнім, ал аскөкпен бірге оның пайдалы қасиеті еселенеді. Арықтататын сусынға майлылық үлесі аз айранды таңдаңыз. Сусынды дайындау үшін аскөктің аз мөлшерін ұсақтап айранға қосыңыз. Бұл сусынға қиярды да қосуға болады. Ол кезде 3 ингредиентті блендермен араластырыңыз. Бұл сусынды жеңіл тамақ берілетін күндері қолданған жақсы. Егер айран ішкен ұнатпасаңыз, аскөкті сүзбемен бірге жеуге болады. Сүзбе адам ағзасына қажетті ақуыз көзі. Мұндай тағамды кешке тамақ жесеңіз, қарныңызды тоқ етіп ұстағандықтан ұйықтар алдында тамақ жегіңіз келмейді. Оны дайындау үшін таза аскөкті ұсақтап тұрап, сүзбеге қосыңыз. Қосымша ретінде оған көк жуа мен ақ желкенді қосуға болады. Аскөктің тұқымы дәрілік қасиеттермен қарсы көрсеткіштері. Көптеген адамдар аскөк өсіп, гүлдейтінін көреді. Флоралардың үстіңгі жағындағы бұл қарақшылар соншалықты күлкілі көрінеді, бірақ олардың ешқандай пайда жоқ деп ойламаймыз. Міне өтірік. Шынынан да аскөк дәрілік қасиеттердің және қарама-қайшылықтардың тұқымы шырында қашу кем емес. Олар әртүрлі ауруларды емдеу үшін қолданыла алады. Сонымен аскөк тұқымының емдік қасиеттері. Таңқаларлықтай бұл өте қышқылдан жасалған қарапайым тұқымдарда көптеген пайдалы заттар бар. Мысалы, кальций, эфир майлары, селен, мырыш, темір, марганец, пальма қышқылы, алиин қышқылы, сонымен қатар линол қышқылы, флавоноидтер, фосфор, А, В, С дәрумендері, мыс, магний, натрий, бай құрамымен және медицинадағы дәндерді пайдалануға мүмкіндік береді. Мысалы, олар седативті, тұтқыш, тазарту, нығайту, сонымен қатар бактерицидтік, шабуылшы, карминатарлық, диуретикалық, холеритикалық, бронхиталдар және басқа әрекеттер.
Аскөктің тұқымына не көмектеседі? Асықтан дайындалған қарашат асқазан ішек сілтінің ауруларына өте тиімді. Олар ширықтыратын процестерді бейтараптандыруға және пайдалы микрофлораның қалпына келтіруге көмектеседі. Сонымен қатар өсімдік спазмды босатады және ауырсынуды жеңілдетеді. Арамшөп тұқымдарының емдік қасиеттері мен қан қысымын қалыпқа келтіреді. Дәрілер тамырларды кеңейтеді және айқын гепатинезивті әсерге ие. Сондай-ақ декоктар мен инфузиялар ұйқысыздық пен ауыр стресспен ішке кеңес береді. Олар орталық жүйке жүйесінің жай-күйіне жағымды әсер етеді. Кейбір адамдар аппетитін жақсарту үшін аскөк дәнін ұсынады. Бұл емдік препаратты жөтелу кезінде тиімді. Ол қышқылды сұйылтады. Сол арқылы тыныс алу жолын шығару үрдісін жеделдетеді. Сонымен асқазанның емдік тұқымы дененің шлактарынан және токсиндердің тез және сапалы түрі кетеді. Жүрек-тамыр жүйесі ауруларын емдеуде препараттар дәлелденді. Асқабақпен, компрессорлармен, лосындармен дерматологиялық ауруларға арналған қышыма, жаралар тағы басқа ауруларға емдік қасиеті бар. Аскөк тұқымымен емдеу. Декотиндер мен инфузиялар аскөк дәндерінен алынатын ең танымал дәрілік заттар болып табылады. Қаражат дайындау үшін жаңа және кептірілген тұқымдар жақсы сәйкес келеді. Инфузияны алу үшін аскөкті қайнаған суға қойып, біраз уақытқа қалдырыңыз. Тәжірибе көрсеткендей, егер сіз алдымен тұқымдарды ұнтақтайтын болсаңыз, онда өнім тиімдірек болады. Асқабақтың тұқымынан сорпа сәл қиынырақ болады. Дәрігердің негізі суды толтырып, 10 минут бойы қайнататын бояу отта қояды. Содан кейін қоспаны плитадан шығарылады. Ол жарты сағат бойы талап етіле және сүзгіден өтеді. Аскөк тұқымдарын қолдануға қарсы. Егер асықты емдік дәрі ретінде қарастырсаңыз, онда ол кез келген медицина сияқты қарсы көрсетілімдері бар екенін ескеру керек. Атап айтқанда, алғашқысында аскөк тұқымымен емдеу аллергиясы бар немесе жеке адамға қарсы препараттың құрамдас бөліктерін төзімсіздігі. Препарат ипотенциялы түрде жұмыс істегендіктен қан қысып төмен науқастар үшін ұсынылмайды. Әйтпесе денсаулық жағдай нашарлайды, әлсіздік, күшін жоғалту, кейде тіпті көру қабілетін нашарлауы мүмкін. Сақтықпен кез келген созылмалы аурулармен ауыратын адамдардан дәрі-дәрмектерді қабылдау қажет. Жағымсыз салдардан алдын алу үшін алдын ала маманға кеңес беру ұсынылады. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау түймесін баса кетуіңізді сұраймын. Сіздің болмаша ғана әрекетіңіз бізді қуантады. Келесі видеоларды көріскенше ауырмаңыздар.